Бұл Бескөл ауылының ипподромында өткен облыстық біріншілік аяқтала салысымен түсірілген бейне жазба. Бәйге жарысына арнайы бапталатын жылқылардың жарыстан кейінгі күйін жергілікті тілші түсіріп алған. Сорақысы сол, бірнеше шақырымға шабатын тұлпарлардың кейбірінің қатты қызған денесін өрт сөндіру көлігіндегі сумен басуға тура келді. Ал жорғалардың енді бірінің бәйгеден кейін сираға шашасынан жоғары тұста сынып, дәрігерлердің көмегіне жүгінетін кездері жиі кездеседі. Бұл жарыстан кейінгі әдеттегі жағдай болғанымен көпшіліктің көзінше жылқыларды қинаған азаматтардың ісі балаларды шошытып, қоғамда дүрсіл күндірді. Одна сломала ногу, у нее был закрытый перелом. Бір жылқы аяғын сындырып алыпты, екіншісінікін тіпті жарақаты ауыр болғаны соншалық аяғын кесіп алуға тура келіпті. Орнынан тұра алмай жатқан үшінші атты өрт сөндірушілер су құйып, есін жиғызып жатқандарын көрдім. Ипподром басшылығының сөзінше көлденеңнен құлап тұра алмай жатқан, аяқтарынан қатты жарақат алған жылқылар дін аман дейді. Лошади частных коневладельцев. Жарақат алған жылқылар балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінікі емес, олардың жеке қожайындары бар. Өкініштісі, мұндай облыстық деңгейдегі жарысқа қатысатын жылқылардың деңгейін ешкім қадағаламайтын болып шықты. Қай жасы болу керек, қандай не болу керек, солар бәрін өздерін жазғанда, олар өздерінде ауылдан мүмкін қораның ішінде тұрған шығар. Жай шаппай дайындалған жоқ шығар. Оны келіп мынандай жарысқа қоса қояды. Елімізде бір ғана сертификаттаудан өткен ипподром бар екен, оның өзі Алматыдағы Жуырда ғана жабылып қалғаны. Сол себепті биліктегілер бұл мәселені тез арада шешпесе, ұлттық спорт түрлерінің дамуына тұсау байланып қалуы әбден мүмкін дейді мамандар.